Саламатсыздар ма? Металлургия білім беру бағдарламасына арналған болат өндірісінің теориясы және технологиясы пәні бойынша дәріс нөмірі 7 оттекті конвертер үрдісі. Дәріс беруші Әбдіржит Асылбек Мейрамханұлы. Дәрістің жоспары: оттекті конвертер үрдісі, оттекті конвертер үрдісінің түрлері, оттекті конвертердің технологиялық сызбасы, конвертер балқытудың негізгі операциялары, оттекті конвертердің футировкасы, оттекті конвертердің газ тазалау жүйесі, конвертер үрдісінің түрлері, конвертер үрдісі автоматтандыру және басқарудың негізгі аспектілері. Оттекті конвертерлі үрдіс бұл ең алғаш рет 1952 жылы оттекті конвертер технологиясы жасалды. Және Марти үрдісінің бұл орнын басы деп айтуға болады. Оттекті конвертер технологиясының басқа болат балқыту технологиясының экономикалық көрсеткіштермен салыстырғанда келесідей артықшылықтарға ие: жоғары өнімділікке ие, тәулігіне 450 тоннаға дейін, ал жылдық өнімділігі 6-8 миллион тонна болат өндіреді. Технологиялық үрдісті жеңіл басқару мүмкіндігі, яғни әртүрлі ши құрамға ие шикұрам материалдарын және шойынды өңдеу мүмкіндігі, болаттың бірнеше сорттарын балқыту мүмкіндігі, яғни көміртекті қарапайым болаттан орта төменлегідегі болат маркілері. Келесі агрегаттың қарапайым құрылысы, отқа төзімді материалдардың шығыны, аз тағы басқа. Оттекті конвертер процесінің кемшіліктері: бірінші, шектеулі металл көлемінің 2,5-4,5 метр куб минутына дейін газ тектес оттегімен үрлеу нәтижесінде металдың қайта тотығу және оның реакциялық аймаққа қайнауы. Темір мен газдың жоғалымның өсуін орын алады. Қымбат газ тазалау жүйесін қолдану. Келесі, ол үрдістің жылу балансын қарқындылығына байланысты өңделетін металл сынықтарының шығыны көп болады. Келесі, металл бұл яғни үрдіс барысында металдың күйдіру кезіндегі оның қиындығы. Енді оттекті конвертерлігі құрылысына тоқталсақ, бұл яғни екі жағынан саппаға бейнеленген оттекті конвертердің құрылысы. Жоғары жағынан газ бен кислород форма арқылы беріліп, құйылған қайта өңделетін шойынға үрлеу нәтижесінде құрамындағы көміртектен арылады және де ең жылу беретін элемент ол яғни кремнийден тотығу. Келесі слайдқа бұл оттекті конвертерлің түрлері. Бірінші, ол оттекті конвертер яғни жоғарыдан үрлеу нәтижесінде. Екінші, аралас ұру, ол яғни жоғарыдан және төменнен ұру. Келесі, ол оттекті конвертердің астынан оттегі және газдармен араластыру ұру, яғни олар метан, аргон және де тағы басқа. Оттекті конвертердің келесі технологиялық сызбасы. Ең бірінші бұған тоқталсақ, оттек конвертер сызбасы ең бірінші корпустарынан тұрады. Конвертердің мойындығы, болат шығаруға арналған саңылау, түтікше, сосын тірек белсенділі, яғни саппалар, алты сумен суытылатын оттегі форма. Бұл жерде тағы бір айтатын, бұл оттегі яғни өте таза оттегі өріледі. Оттекті конвертерлік үрдісі басқа конвертер үрдісімен салыстырғанда бұл әмбебап болып табылады. Оттекті конвертер үрдісінің схемалық және ваннадағы сұйық шойында тік орналасқан форма арқылы қысыммен 1,6 мегапаскал оттегімен үрлеумен түсіндіріледі. Балқыту үрдісі кезінде форма мен сұйық ванна арасында арақашықтық 1-4,8
метрге дейін ауытқиды. Бұл яғни үретіңіздегі мына сопла яғни лаваның мұрындығы. Оттекті конвертер үрдісінің негізгі операциялар ұзақтығы бұл яғни металл сынықтарын тию 3-4 минут, шойынды құю 3-4 минут, үрлеу 10-25 минут, сынама алу 3-4 минут, болатты шығару 3-5 минут, қожа шығару 1-2 минут, конвертерді дайындау яғни алады және жалпы бұның циклдің ұзақтығы 25-40 минуттай болады. Оттекті конвертердің негізгі балқыту кезіндегі негізгі операциялар. Оттекті конвертерлі балқытудың сатылары: біріншісі болат сынығын тию және сұйық шойынды құю. Екінші оттегі ваннаны оттегімен үрлеу. Үшінші ваннадағы қожа шығару. Төртінші ваннада металды шығару. Ең бірінші біз шихромның материалдары, яғни флюстер, тилит және де бұл конвертерге ең алдымен бірінші металл ломдар салынады. Жоғарыдан әкеліп, одан кейін қайта балқытатын шойын қойылады. Сосын не арқылы әрі қарай қождамалар құйылады. Мынау жалпы болатты корпустардан және де одан кейін яғни отқа төзімді материалдармен қаланады. Біз болат дайындалып балқытып болғаннан кейін оны шөмішке яғни болат шығару леткасы арқылы шығарылып құйып алып кетеді. Одан яғни әртүрлі бұйымдар дайындалады. Оттекті конвертер үрдісінің 1 тонна болат балқыту үшін жұмсалатын шихром материалы: меншікші сұйық шойын 760-765, болат сынығы 240-249, 64-67, оттегі 65-68 болып табылады. Оттекті конвертердің келесі футировкасына тоқталсақ, бұл жерде футировкасы әртүрлі материалдардан, отқа төзімді материалдардан дайындалады. Бұл футировка өз алдына өте сапалы дайындалу керек, өйткені ол балқыту процесі кезінде футировканың жарылуы ол металл болаттың жоғалуы және де айналасында жұмыс істеп жатқан адамдардың өмір қауіпсіздігіне әкеледі. Футировкасына тоқталсақ, бірінші жоғары цилиндрлі, яғни жоғары жағы дайындалады. Конус, сосын цилиндр, одан кейін болат сынықтарын құлау зонасы, цилиндрдің төмен бөлігі, қождың ауасы, астыңғы бөлігі, қорғаныш футировкасы, газбен өрлеу, сақинаны нығыздау қоспасы, газбен өрлеу, сақинаны нығыздаушы қоспа, жоғары сақина, және де 14 ағын өзек блоктар, 15 металл шығару зонасы, 16 цаппа, 17-18 толтыру қоспалары. Оттекті конвертердің корпусы мен футировкасы бұл жерде А және Б. А сұйық табаны, В алынбалы табаны. Бұл жердегі бірінші болат бүркеншіктері, арматуралы қабат және балқымалы магнезия, отқа төзімді масты. Бұл футировка бұл смола доломитті және смола доломитті магнезитті отқа төзімді кірпіштерден қаланады. Бұлар қалыңдығы 500-800 мм болады. Оның құрамында кальций магнит тотықтарынан құралады. Оттекті конвертердің газ тазалау жүйесі, яғни бұл шыққан оттекті конвертердегі газ қоршаған ортаға ластауы мүмкін, сондықтан да бұны әрқашан тазалап отырады. Конвертерде оттегін өрлеу кезінде температура 1500-1700 градуста болатын 100 метр куб тонна металлдан газ бөлінеді. Оның құрамында 90%-ға дейін
СО-дан тұрады. Конвертер газын тазалау және суыту екі жолмен. Бірінші, көміртегі тотығын толықтай күйдіріп, газ шығару жүйесінің физика және химиялық жылуды тазарту. Екінші, көміртекті тотығын жағусыз қыздыру пештерінің отын ретінде қолдану. Бұл яғни конвертер газын жинау және тазалау сызбасы. Бірінші, оттегі, одан кейін жоғары жағында юбкасы дүние жүзінде тұрады. Екінші, үшінші, газ жаратушы қазандық. Төртінші, ауа жинағыш. 5 скуппер, 6 түтін сорғыш, 7 бұл свеча, 8 газолдар, 9 шлам жинағыш, яғни шыққан газдан, 10 су бұғаттағыш клапандар. Оттекті конвертер үрдісінің түрлері. Өндірісте конвертер үрдісінің, яғни топтар 50-ден астам түрі бар. Ол әлемдегі негізгісі оттегі мен азоттың қатынасы болып табылады. Конвертер үрдісінің әмбебап түрлігі, яғни осы түрге қарай бөлінеді. Конвертер үрдісінің автоматтармен басқару аспектілері. Ең алдымен конвертердің автоматты негізгі міндеттері бұл қажетті құрамда температурамен берілген мөлшерде болатты алу, одан кейін қажетті құрамдағы мөлшердегі қоржын түзуі, одан кейін қондырғының максималды өнімділігін қамтамасыз ету, келесі үрдіс барысында жұмсалатын шығындарды барынша азайту. Конвертер үрдісін басқару және автоматтың ұйымдастыру өте күрделі, негізгі қиындықтар мыналарға байланысты. Ол яғни конвертер үрдісін металдағы көміртегіні тотықтыру жылдамдығын реттеу қиындылығы, келесі үрдіс соңында белгіленген температураның қажетті құрамдағы металл алу үшін үрдіс басында энталпияны ғана материалдың жылуының массасы қажет болады. Келесі оттегі конвертер үрдісін автоматтандыру және бұл конвертерді еңкейтусіз металдың температурасын өлшеуге арналған самауырлаған қондырғы. Бұл жоғары жақтан жоғары қарай істеп, яғни саппауын бойы арқылы балқып атқан қоржынның температурасын анықтаймыз. Сыйымдылығы 400 тоннаға арналған еңкейтусіз ваннаның температурасын өлшеуге арналған металл сынамаларын алған бұл сызбасы келтірген. Бұл шамамен күрделі құрылым, салқындатқыш суы бар, форма массасы 4-7 тонна, бағыттаушы арба және қозғалыс механизміне қондырғылы 7 тонна. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Оттекті конвертердің принципиалды сұлбасы, оттекті конвертердің артықшылығы мен кемшілігі, конвертерлі балқытудың негізгі сатыларын түсіндіріңіз. Оттекті конвертер технологиясының қысқаша сипаттамасы. Оттегі конвертер технологиясының басқа болат балқыту технологиясының техника-экономикалық көрсеткіштерімен салыстырғанда қандай артықшылықтары бар? Оттекті конвертерге оттегіні беру әдісі байланысты қалай ерекшеленеді? Конвертерлі балқытуды автоматтандырудың негізгі міндеттерін атаңыз. Конвертер балқыту кезінде әдетте қандай өлшеулер жүргізеді? 10-шы, оттекті конвертер үрдісінің негізгі кемшілігі. Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.